Bismillah. Assalamualaikum армысыздар ағайын. Алдарыңызда шипагер Жұмада Жарқынбекұлы қасиетті Рамазан айындағы ұстаған оразаларыңызда, құлшылықтарыңызды, дұғаларыңызды Алла Тағала қабыл еткен болсын. Бүгін өздеріңізге тағы да бір Тадай шөп дәрілерден дайындалған рецепті таныстыра кетейін. Бұл бізде ем қабылдаған науқастың шөп дәрілерге тапсырысы. Ұйқысыздық, артық салмақты емдеуге арналған. Бұл рецептің құрамында жаужұмыр, дала жалбыз, ақ шұғынық, қара шұғынық, кербезгүл, жеміз сынды таза табиғи шөп дәрілер қамтылған. Бұл шөп дәрілердің қасиеті іштегі ыстықты айдау, ыстықты тазалау, қанды қоректендіру, жүректі қуаттау, нервті тыныштандыру қасиетіне негізделе отырып, жоғарыдағы айтылған ауруларды емдеуге себеп болады, Құдай қаласа. Алла бізден ем қабылдаған барлық науқастарға толық шипасын берсін. Ауырмаңыз ағайын.